Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстан тарихтары бойынша 398 сабақты түсіндіретін боламын. Сабақтың тақырыбы Ақорда қазақ мемлекеттілігінің қайнар көзі. Яғни 13-ші ғасырдың ортасы мен 15-ші ғасырдың ортасында өмір сүрген бізде орда. Жалпы Ақорданың орналасу және де аумағы бұл бізде Алтын Орданың шығыс бөлігінде құрылған ірі мемлекетті. Яғни орналасқан жері бұның шығыс дәшті қыпшақ аумағында қазіргі Қазақстанның көп бөлігі, яғни Сырдария өңірі, Арал маңы, Керчен, Жайық аралығы, сонымен қатар Ұлытау даласына. Жалпы осы Ақорда мемлекетінің астанасы бізде Сығанақ қаласы, яғни бұл саяси және экономикалық орталық болды. Сонымен қатар Алтын Ордамен қатынасы болды, яғни Ақорда құрылатын кезде Ақорданың көмегіне сүйенді. Кейін біртіндеп өзі тәуелсіздікке ұмтылды. Яғни 13-ші ғасырдың ортасында Ақорда жеке ұлыс болып қалыптасып, одан кейін 14-ші ғасырда саяси күшею және тәуелсіздік жолында күрес болып, 1374-1379 жылдары Сарай қаласы үшін күрес және Әмір Темірдің араласуы болды. Одан кейін 1438 жылы саяси дағдарыс және де жаңа кезеңге өту орын алды. Бұл кезең қазақ халқының этногенезі мен мемлекеттілігінің қалыптасуының шешуші уақыт аралығы болды. Одан кейін дешті қыпшақ, яғни Ақорда территориясының аумағы Алтын Орданың шығыс бөлігі ретінде қалыптасқан ірі саяси бірлестік болып, мемлекеттің ортары Сырдария бойында қалалар шоғырланды. Алтын Орданың территориясында деректерде Алтын Орда және Ақорда ұғымдарының қатар қолданылуы екі билік орталығының бәсекелестігін көрсетеді. Мүбәрак ханның саясаты. Жалпы бұл 14-ші ғасырда Ақорда билеушілерінің бірі болып саналады. Алтын Ордадан, яғни дербес саяси жүргізуді бастаған хандардың қатарына болды. Жалпы 14-ші ғасырда Ақорда билеушілері Алтын Ордадан дербес саяси жүргізе бастап, бұл процестің басында Мүбәрак хан тұрды. Саясаттың негізгі бағыттары, яғни бұл өз атынан теңге шығару, тәуелсіздіктің басты белгісі болса, яғни бұл мемлекеттің жаңағы Алтын Орда мен Ақорданың бөлініп жеке мемлекет екенін көрсетті. Дипломатия көрші елдермен дербес қарым-қатынас орнатуға ұмтылды. Сыртқы саясаты Алтын Ордада тәуелсіз жүргізген болатын. Жалпы тарихи деректерде Мүбәрак есімі аталуы Ақорданың саяси субъект ретінде күшейгендігін аяқтайды екен. 1374-1375 жылдары Сарай қаласы үшін күрес, яғни Алтын Орданың астанасы Сарай, яғни 1374-1375 жылы Ақорда билеушісінің Алтын Орда Сарай қаласының басып алу болса, бұның мақсаты жошы ұлысының бірлігін қалпына келтіру және билікті орталықтандыру болды. Ақорда хандары тек шығысты билеп қана қоймай, бүкіл ұлық ұлыстың тағына Алтын Орда ұлығына таласқан болатын. 1300 жылы Әмір Темір факторы және геосаяси текетірес. Жалпы Ақорда мен 1379 жылы Ақорда мен Алтын Орда билігі үшін күресте Әмір Темірдің араласуы күшейген кезең болды. Не болды дегенде, жалпы Ақорда билігі үшін талас жүргізіп, Орыс хан әулеті мен Тоқтамыс хан арасында орын алды. Тоқтамыс билікті өз күшіне ала алмады. Сондықтан Әмір Темірді әскери көмек сұраған болатын. Ақорданың күшеюі Орта Азиядағы тағы да бір құдіретті билеуші Әмір Темірдің алаңдаушылығын туғызған болатын. Бұл жерде Әмір Темірдің мақсаты Алтын Орданы әлсірету, дешті қыпшақ даласының өз ықпалын алу, өз-өзін тәуелді билеуші отырғызу екен. Яғни Орта Азиядағы ықпалы 1379 жылы тарихи бетбұрыс Әмір Темірдің Ақордасына аралау, Тоқтамыс ханның Темірдің қолдауымен билікке келуі, бұл кезеңдегі соғыстар, яғни Ақорданың әлсіреуіне және ішкі саяси дағдарыстарға алып келді. 1438 жылы дәуірдің алмасуы, яғни 14-ші ғасырдың бірінші жартысынан 14-ші ғасырдың аяғы мен 15-ші ғасырдың басында Алтын Орда мен Ақорда түбегейлі ыдырау процесінің басынан кешірді. Бұл жыл шамасында Қазан хандығының бөлініп шығуы және де ұлыстың бөлшектенуі аяқталды.
Ақ Орда аумағында Әбілқайыр хандығы және кейінірек қазақ хандығының құрылуының алғышарттары жасалды да. Яғни ұлыстың мына ыдырауы мынаға Қырым хандығын ноғай, Әбілқайыр хандығы қазақ хандығының құрылуына алып келді. Яғни біз бұл тақырыптарды оқушылар бөлек оқимыз алдағы уақытта. Ақ Орданың күйреуі жаңа ұлттық мемлекеттің тууына жол ашқан болатын. Қорытындылайтын болсақ, Ақ Орда қазақ хандығына дейінгі, яғни мемлекеттік Ақ Орда қазақ хандығының тікелей саяси территориялық негіз болды. Хронологиясы 13 ғасырдың ортасынан 1438 жылға дейінгі оқиғалар тізбегі біртұтас тарихи процесін құрады. Тұлғалар Мүбәрактан бастап Орыс хан мен Тоқтамысқа дейінгі билеушілер эстафетасы орын алып, яғни Ақ Орда қазақ тарихында алтын ғасыр және ұлттық бірегейліктің іргетасы болып қаланды. Оқушылар, бүгінгі 8-ші сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны достарымен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер, сабақта қолданыңыздар.